жабо қыздарға арналған керекті материалымыз ұзындығы 50 сантиметр болатын, ені 16 сантиметр болатын, екі жанындағы үшбұрышының ұзындығын 6 сантиметрден қылып қиып аламыз. Бұл бірінші бөлігіміз. Екіншіні 25-те 20 қылып төртбұрышты мата кесіп аламыз. Екінші бөлігіміз. Үшінші бөлігімізді 10-да 8 сантиметр қылып кесіп аламыз. Бізге 3 бөлік қажет болады. Осыларды видеода көрсеткендей қылып бүктеп тігіп аламыз. Дәл ортасын белгілеп, ортасынан примерно 5 сантиметрдей, 4 сантиметрдей қалдырып, оң қаратқанға керек болады, қалдырып тігеміз. Жаңағы белгіленген жерге дейін тігеміз. Содан аттаймызды екінші белгіленген жерінен бастап екінші қатарын тігеміз. Артық жіптерін кесіп алып тастап, жаңағы бұрышын шығару үшін артық матасын тігіске дейін сәл жеткізбей қиып аламыз. Бұрышы әдемі шығып тұру үшін. Осылай қиып алғаннан кейін оң қаратып үтіктеп аламыз. Бұл бірінші бөлігіміз дайын. Енді екінші бөлікті де 25 сантиметр жағын бүктейміз. Дәл ортасын тауып 4-5 сантиметр қалдырамыз. Оны да оң қарататын қылып қалдырамыз. Айналдыра тігіп шығамыз. Бұрыштарын қиып кесіп дайындаймыз. Екінші бөлігінде үтіктеп аламыз, оң қаратып. Бұрыштарын осылай қайшымен шығарып аламыз. Үшінші бөлігінде осылай үшеуінде үтіктеп аламыз. Үшінші бөлігін тігісін екі жаққа жатқызып үтіктеп аламыз. Оны оң қаратып, тағы бір үтік бастырамыз. Үш бөлігімізді де үтіктеп келдік. Енді дәл орталарын тауып, құрастырамыз, үшеуін біріктіреміз. Дәл видеода көрсеткендей біріктіреміз, 3 бөлікке бөліп, қолдың көмегімен ине жіппен тігіп аламыз. Бұны да дәл солай 3 бөлікке бөлеміз. Енді үшінші бөлікті лентасын осылай қайырып ішке тігіп аламыз. Осымен жабуымыз дайын. Бұл қыздарға арналған, кез келген жасқа, кез келген сыныпқа арналған. Резина өткізбасаңыздар да болады. Мен резина өткіздім, оны видеода көрсетпедім.